қаншама рет айттым сіздерге. Осыдан кейін ешқандай да талқыға салынбай. Тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Бұл жақта жел тұрмақ, шөптің басы қимылдамақ тұр неқта қазір орба өртеп жатыр да. Қазір какой-то әдемі бір келемат келе жатқан бір таныстықта қазір бір құртып қазір мәссің ба деген келеді. Айгүл ше, андай ғой, женская солидарностьтың ж деген сөзді де саған айту бар ғой, керек емес. Бетің до того қалынсында ұят па деп бір ұяласың ба деп айту даже саған қателік, знаешь. Просто Мариям айтып адамсың да ше. Сенің ар-намысың до того шындай тряпка болып тұр да саған қазір мына жақта. Сен сияқты қыздар мен сөйлеп жатырмын әлі. Сен сияқты қыздар қазір Тәуіржанда ше көптің бірі болып қаласың қазір. Қыздар, болды, рахмет, не болды? Кеше ғана ескерту жасалды ғой Жасминге. Сабақ болған жоқ па содан? Айгүл, сізге де ескерту. Мариям, сізге де. Айгүл, Мариям, шығыңыздар. Бауырсаға мен ештеңе деген жоқпын ғой. Болды. Шығыңыздар тез. Қай сөз айтқандарыңызды қайталап айтқым келіп тұрған жоқ. Кешегі айтқан сөздерінен ой жақсы ма деп ойлап қалдым. Үйге барып мамамды қой, бай жақсы бала ғой, қойшы нең бар, бәрі мақтап жатыр. Біздің алыс туысқандарымыздың танысы екен. Ол кісілер хабарласып жоқ, Тәуіржан жақсы жігіт, күшті семьяның баласы деп қоймайды да мама. Еще сол тамақтанатын жерден андай табиғи андай бар ғой, натуральный соктар и тәтті десерттер салып беріп жүреді да Тәуіржан. Мамаң